Сәлем баршаңызға. Бар жоғы 3 заттан тұратын осындай жеңіл салат жасаймыз. Қызылшаны суға қайнатып аламыз. Горох немесе кукуруз пайдалануға болады, және тұздалған қияр, сарымсақ, майонез. Майонезға сметана қосуға болады, яғни 50-50 етіп. Барлығын осылай соломка етіп турап аламыз. Ал қызылшаны мүмкін болса теркадан өткізіп алсаңыздар болады, бір келкі әдемі шығу үшін. Мен өзім горохты ұнатпаймын, сондықтан кукуруза пайдаландым, ал сіздер енді қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Барлығын турап, дайындап, сарымсағымызды үккіштен өткізіп, 1 қасық майонез, 1 қасық сметана етіп араластырып заправка жасауға болады, бірақ мен майонезбен ғана жасадым. Достар, менің каналым сіздерге ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруларыңызды өтінемін. Мен үшін бұл өте маңызды болып жүр. Видеоны соңына дейін қарап, поддержка жасап жүрген кісілер, сіздерге көп рахмет. Міне, достар, жеңіл салатымыз дайын. Тек енді тарелкаға салып жейміз, ас болсын. Міндетті түрде жасап, комментарияға өз отзывтарыңызбен бөліссеңіздер болады. Бұл жерге де және жұмыртқа қосуға болады, қалауларыңыз бойынша. Негізі составын тағы өздеріңіз нені қалайсыздар, соны араластыруға болады.